Сонымен достар, 5-ші сынып математикасының 490-ға арналған бірінші бабының екінші нұсқасы. Б деңгейі. 5 тапсырма болады. 1, 2, 3, 4. 5 тапсырма. Кестені толтырыңыз. Жай бөлшектер, ондық бөлшектер, пайыз. Ондық бөлшекті пайызға айналдыру үшін 53% деп мұнда бірден жаза саламыз. Ал жай бөлшекке айналдыру үшін 0,100-53 деп айтатын болсақ, 100-53 деп осылай жаза саламыз. Келесі пайыз түрінде берілген 45%, оны ондық бөлшек түрінде жазу үшін 0,45 дей саласыңдар. Ал бөлшек түрінде 100-45 деп жазып қоясыңдар. Оны қысқартсаңдар да болады, 5-ке 9, 20-дан 9 болады. Енді 20-дан 17 деген санды біздер алдымен бөлімі 100 болатындай етіп жазып алайық мына жерге. Ол үшін біздер алымын бөлімінде 5-ке көбейтеміз, сонда мұнда 85 болады. 20-ны 5-ке көбейтсек 100, 17-ні 5-ке көбейтсек 85. Сонда 0,185 бөлшек түрінде, ондық бөлшек түрінде, ал пайыз түрінде 85% болады. Міне осылай оп-оңай шығады бірінші есеп. Келесі екінші тапсырма 93 километрдің 40%-ын табыңыз дейді. Санның пайызын табу үшін біздер 93-ті осы 40%-ның бөлігіне, сандық түрінде жазылған бөлігіне көбейтеміз. Яғни 40% сан түрінде жазатын болсақ, ол 40 бөлінген 100, яғни 100-дің осындай бөлігін құрайды деп жазып аламыз. 20-ға қысқартайықшы бірден, мұнда 2, мұнда 5 болады. Сонда 93 көбейтілген 5-тен 2 деп жазсақ болады. 93-ті. Немесе бұлай оңай болады негізі. Мына жерге 93-ті 2 көбейтесіңдер, ол 186, сосын 5-ке бөлесіңдер. Сосын бағанда 186-ны 5-ке бөліп отырасыңдар. Ол 3. Мына жерге міне бұлай жазып алыңдар. 3 дейсіңдер, 15 дейсіңдер, тағы да 36 болады, сосын 7 дейсіңдер. Сосын 35, мұнда 1 қалады, үтір қоясыңдар, 0 дейсіңдер. Сөйтіп, мына жерге 2-ден бересіңдер, 37,2 деп жазасыңдар. Ал немесе мына жерде 0,4 деп, жаңа айттық қой бізде бірінші есепте 100-ден 40 деген сөз, ол 0,100-ден 40 деп жазылады. Бірақ соңынан 0 жазбаймыз, сондықтан 0,4 болып қалады. Сол 93-ті 0,4-ке бірден былай көбейте саласыңдар бағанда. 2, 1 ойда 36, 37 дейсіңдер. Өтірден кейін бір сан болғандықтан 37,2 деп осылай жазсаңдар да болады. Кімге қалай ыңғайлы? Солай жазасыңдар. 80 килограммның 270%. Енді 270%-ды біздер тағы да санның бөлігі түрінде жазып алайық. Сандар нөлдерді өшіреміз. 27 бөлінген 10, 2,7 болады. Сөйтіп 80-ді біздер көбейтеміз 2,7-ге. Тең болады. Мына нөлді өшірсек те болады. 0 мен мына түрді өшіреміз. Өтірден кейін бір сан болғандықтан мына жерге 1 0 өшіреді. Сонда 27-ні 8-ге көбейтеміз. Оны мына жерге жазып аласыңдар. 8-ге 7-ні көбейтсек 56, 6-ны жазамыз 5 ойда. 2-ге 8, 16, 21, 216 болады. Сонда 216 килограмм екінші есептің шешімі болады. Сөйтіп, келесі есеп 24%-ы 9,6-ға тең шаманы табыңыз. Сонда 24% ол 9,6 болса, тонна, я, біздер 100% қанша? Соны табуымыз керек. Ол неше тонна? Ол үшін 100-ді 9,6-ға көбейтеміз. Және оны бөлеміз 24-ке. Мына жерде былай істейікші, мына нөлді өшіреміз де, үтірді өшіреміз. Сонда 96, 24 болып қалады. Міне мен қайтадан былай жазсам да болады. Сөйтіп 96 мен 24-ті қысқартамыз, 1 болады, мұнда 4 болады. Енді 10-ды 4-ке көбейте салсақ, 40 тонна. Сонда 40 тоннаның 24%-ы тең болады 4,6-ға. Келесі есеп. Кітапханада 35 мың кітап бар. Олардың 22%-ы көркем әдебиет кітаптар. Кітапханада көркем әдеби кітаптар қанша? Онда былай істейсіңдер, 35 мың. Ол барлық кітаптар, ол 100% дейсіңдер. Ал біздер оның 22%-ын табуымыз керек, көркем әдебиет. Ол неше дана екенін білмейміз, қанша кітап екен. Сонда 22% ол 100-дің қанша бөлігі?
Ол үшін 100-ге бөлеміз. Немесе 0,122 деп жазып алсаңдар болады. Кімге қалай ыңғайлы. Сосын санның бөлігін табу үшін біздер бағана айттық. Оны осы берілген санның өзіне көбейтеміз. Яғни 35.000 көбейтілген, мына жерде былай жасасақ та болады. 100-ден 22 деп. Мына 2,0 мына жерде 2,0 қысқарады, сонда 350-ді көбейтеміз 22-ге. Оны мына жерде қазір бірден көбейтіп аламыз. 0-ді түсіреміз. Мұнда 70 болады, тағы да 70 болады. Сөйтіп қосқан кезде 7700 кітап. Көркем әдебиет кітаптары. Міне осылай табылады. Келесі, қоспаның құрамында 58% қалайы, 24% цинк, ал қалғаны 27 грамм қорғасын. Қоспаның массасын табыңыз. Оны былай істейік. Қалайы дейміз. Цинк дейміз. Сосын қорғасын дейміз. Қалайы 58%, цинк 24%, және 27 грамм ол қорғасын. Енді мына жерде қанша пайыз? Соны тауып алайық та біздер, қорғасын қанша пайыз екен? Барлығы әрине 100%, енді бір қоспа ғой барлығы. Соны 100% болады. Ол үшін біздер 58-ді қосамыз 24-ке, тең болады 82. Енді 100-ден азайтамыз 80, өткен барлығы 100% ғой, 100-ден 82-ні азайтсақ 18% болады мына жерде. 18% қорғасын. Енді 18% ол 27, мына жерге жазып қояйық. Грамм, ал бізге қоспаның массасын табуымыз керек, яғни барлығы қанша болады, соны табуымыз керек, қанша грамм. Ол үшін біздер 100%-ді көбейтеміз 27-ге, және бөлеміз 18-ге. 27 мен 18 9-ға қысқарады, 3 2 болады. Сөйтіп 300-ді, енді 100-ді 3-ке көбейтсек 300 болады, сөйтіп оны 2-ге бөлсек 150 грамм. Барлығы 150 грамм болады екен. Қоспаның барлығы массасы 150 грамм. Достар, каналға тіркеліңдер. ТЖБ, БЖБ барлығы осы каналда болады. Пікір қалдырыңдар, лайк басыңдар деген сияқты.